Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Кешегі видеода қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Бүгін біз кешегі видеоның жалғасын түсіретін боламыз. Барынша қолдап отырыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып дегендей. Сіздердің әрбір жазған комментарийларыңыз, лайктарыңыз бізге жаңа видео шығаруға үлкен қолдау болады достар. Сол себепті қолдауларыңызды аямаңыздар. Олай болса біз көп сөзбай бастайық кеттік достар. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, toma. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерде біз түсіріп алдық Родригоны. Енді осы лучший состав дегенге бассақ, өз позициясында тұр. Енді бізге правый защитник керек. Енді бұл планда менде әзірге ойыншы шықпай жатыр. Бірақ мына жерде турнирдан жеңіп алған нем бар менде. Қазір состав толып кеткен екен. Бұл жерден бір ойыншыны жіберу керек, бірақ қақпашылар маған керек. Так, бұл жерден 57 рейтингтағын жіберейік. И тағы бір 57 рейтингтағы ойыншы. И осылай нормально. И наверное ретке агент ашамыз. Бірінші бүгін ғана агенттен, то есть турнирдан ұтып алған агент Чехия дейді. Бұл кім? Соучик па? Пас, примерно Соучик сияқты. Жоқ, Черный дейді ма? Танымайтын ойыншы екен. Правый полузащитник дейді. Ну, жақсы. Правый защита болып түсеміз. И, наконец-то, легендарный игрокты ашамыз. Бұл кім болады екен? Так, Аргентина дейді. Кім бар еді бізде? Қорғаушы сияқты. Лиссандро Мартинес, либо Тоттенхэмнің қорғаушысы, атын ұмытып қалдым. Ромеро ма? Дәл өзі Ромеро түсті. Өте жақсы, бізге негізі қорғаушы керек еді. Енді мына жерге біз лучший состав дегенді қойсақ, осылай болып тұр. Примерно составымыз. Мына жерден былай алып тастайық. И все. Осылай жақсы состав шығып тұр енді бізде. Бірақ бұл жерде мен енді қазір тренерлер жинап жатырмын. Мына жерде легендарный 2 тренер бар, редкий 3 тренер бар, обычный 13 тренер бар. Онда то же самое. Бұларды не істейді десеңіздер, осыған дейін де лайфхактар түсірген болатынмын. Тек қана қақпашыларды жинап, керекті ойыншыларды сатып жіберіп дамытатын боламын. Бұл жерден де Лукманды фул қылып тастағым келіп тұр. Тез арада өте көп пайда істеп жатқан ойыншы, және де Родригоны тағы бір ойыншыны алып қалатын шығармын. Скорее всего, Мактоменай болатын шығар. Мына жерден 3 тренер кетсе, мына жерде 6 болады, 8, тағы біраз ойыншылар сатып алып, бәрін тренер қылып жіберем. И дамыту оңайырақ болады солай. Енді келесі видео примерно Лукман мен Родригоны дамытатын видео болады. Так что жақсылап қолдап жіберіңіздер. Осы видео үшін біраз уақыт, біраз күш, жігер қайрат кетті. Так что қолдап жіберіңіздер, біраз энергия да кетті болған. Бізден ары қарай жалғастыратын боламыз. Мына жерде тағы бір ойыншы келесіде шықса сатып аламын. Қолымда бар ақшаға. Одан кейін дальше жинастыра беретін боламыз. Мына жерден 75 кристалл жинап, басқа бір 4-3-3 деген схеманы алу керек. Мына схема уже не пойдет. Мына жерден алу керек. Осы жерден 4-3-3 деген біреуін сатып алу керек. Жалпы осылай достар, видео жақсылап қолдап жіберіңіздер. Көптеген сұрақтар қойылып жатыр екен комментарияларда, неғып жоғалып кеттің деген. Енді қазір бұрынғыдай мектеп кездегідей емес, уақыт өте аз, студенттік шақ дегендей. Одан бөлек өзім жұмысым бар. Сол себепті достар, қолым босай бермейді қазір жаздың соңғы күндері. Сол себепті түсіріп қалайын деп тырысып жатырмын сіздер үшін. Сол себепті видеоларды жақсылап қолдап жүріңіздер. Алдағы уақытта тағы 1-2 видео шығаруға тырысатын боламын. Оның бәрі сіздердің қолдауларыңызға байланысты. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.
амандықта болайық.